Бүгінгі заманда ондай есімдерді қоюға болмайды. Ауыр жеңіл болу деген біздің қазақтың өзінің төл дәстүрі. Бұның исламға қатысы жоқ. Азияданың алауы жанып жатқан кезде туған балаға Азияда деп ат қойды. Бұл енді дұрыс емес нәрсе. Біздің құқығымыз шектеліп жатыр. Біз неге қыз болып туғанымыз үшін кінәліміз деген сияқты тірідей көметін жағдайлар кездескен. Алдияр деген есім бұл Алла жар болсын деген сөз. Құраннан алынған есім қазақ тілінің айтылу заңдылықтарына сәйкес келетін болса, ол біздің ділімізге, дінімізге, тілімізге сәйкес келеді деп оны алуға болады. Ең әуелі Наима есімінен бастаңызшы, қандай мағына береді? Жалпы өзім жиі естіген жоқпын. Бұл Наима деген есім қазақта сирек қойылатын болса керек. Бұл есім нәзік, көркем, әдемі деген мағына білдіретінін білемін. Және бұл жұмақтың ішіндегі сондай бір тамаша орын. Өзінің есімді айтқан кезде көп адамдар Наима деген кезде Нағима ма деп қайтадан сұрап жатады. Енді осы орайда Наима мен Нағиманың екеуінің қандай айырмашылығы бар немесе ұқсастығы бар? Араб тілінен енген біршама есімдер бар. Мысалға Айса, Ғайса, Қайса деп. Сол бірнеше нұсқасы қазақ тіліне осылай еніп кеткен. Сол сияқты басқа да есімдер бар. Әртүрлі айтылады. Мысалға Әли, Ғали, Қали. Сол секілді Наиманың Наима айын деген дыбыс бар. Қазақ тіліне келген кезде дыбыстық жағынан өзгеріп Наима болған болуы мүмкін. Нәзіктік, сүйкімділік деген мағынаменен Наима есімінің тәтті деген мағынасы екеуі бір-біріне сәйкес келеді. Адам есімінің тағдырына, өміріне қандай әсері бар? Бұл адамның ішкі сенімі деген өте бір ерекше дүние. Адам бір нәрсеге қатты сенетін болса, ол міндетті түрде орындалады. Біз өмір деген өзіміздің творчествомыз, былай айтқан кезде, біз өмірде нені ойласақ, нені жақсы көрсек, неге қатты сенсек, ол орындалады. Сондықтан бұл жерде атқа байланысты тікелей сол атын өзгерткеннен ол бақытты болып кетті дегенге аса сену қиын. Дегенмен өзінің ішкі сенімінде мен атымды өзгертсем бақытты боламын деген ішкі сенімі осыған алып келуі мүмкін. Ғана Нағима мен Наимаға келетін болсақ, Наима дегенде бір нәзіктік, жұмсақтық бар да, Нағима дегенге келген кезде ғы деген дыбыс қанша дегенмен кішкене жуан айтылып тұр да. Бұл жерде кішкене әсер етуі мүмкін. Мінезге әсер етуі мүмкін. Мінезге әсер етуі мүмкін. Бұған енді тағы да қайталап айтам, статистикалық мәлімет болмағаннан кейін нақты осылай деп айту қиын. Ал енді мен өзім бір нәрсеге былай иланам. Нақты сеніп кетпесем де, мысалы, Жапон ғалымдары судың құрамын зерттеді. Структурасын зерттеген кезде соған айтылған жақсы сөз бенен жаман сөздің айырмашылығы бар екенін көрсетті. Жақсы сөз айтылған кезде структурасы өте әдемі болады да, ал неғылған кезде жаман сөз айтылған кезде бұзылып кетеді деп. Ал енді біз қарайтын болсақ, біздің денеміз жас күнімізде 70%-дан жоғары судан тұрады. Қанымыз айналып жатыр. Адам ашуланса, бірдеңеге ыңғайсыз жағдайда қалса, қанның құрамы өзгереді. Қанның құрамында түрлі кері әсерлер болады да, ол миға әсер етеді деп жатады. Ал енді біз көркем есімменен есімің қандай жақсы еді деген бір жақсы сөз естіп жатқанмен, есіміміздің мағынасын түсіндіріп әуре болып жатқанның айырмашылығы үлкен екен. Біз байқауымыз керек, бұл адам психологиясы бір күнде пайда болмайды, ол жылдар бойы қалыптасады. Егер адамның өміріне сол есімі жақсы жақтан, жаман жақтан әсер етіп жататын болса, оның бақытты, бақытсыз болуына мұның да үлкен әсері бар деген мен осындай түйінге келдім. Яғни қандай есімдерді қоймаған дұрыс деп санайсыз, нақты? Итбай, содан кейін маған ит алмас деген сияқты есімдер болды ертеректе. Кейіннен бұл есімдер Тұрар, Амандық деген есімдермен ауысты. Содан кейін сол секілді басқа да қазірдің өзінде де, мысалы, осыдан бірнеше жыл бұрын Бекер туған деген ат қойылды. Бұл енді аттың шын қойылған, қойылмағанын мен нақты білмеймін, бірақ дегенмен интернетте үлкен шу болды бұл жөнінде балаға. Бұл енді балаға өмірге келмей жатып дегіші, тағылған қарғыс таңба, бекер туған деген. Осы секілді басқа Дүлдібек деген сияқты,
осындай бір ыңғайсыз, мағынасы қолайсыз аттар қойылып жатады. Былтыр Алматыда плов в коровке деген бір ат қойылды. Ал енді осыған қарағанда бұл ұлт таңдамайтын сияқты. Мысалы, Ресейде осыдан біраз жыл бұрын «16 крытая остановка» деген ат қойылды. Міне осындай. Ал енді неде, мынау Индияда «Мен күрішті жақсы көрем» деген ат қойылды. Міне осындай кездейсоқ деген аттар, осындай аттар. Ал енді қалған бағана айтып жатқанымыз Айару, Ақнұр, Айша деген есімдер біздің тарихымызда бар. Өзіміз дініміз бойынша, діліміз бойынша, мәдениет дәстүріміз бойынша сырттан қабылдап, тіліміздің заңдарына бейімдеп алған есімдер бар. Бұл көркем есімдер. Осындай есімдерді таңдап қоятын болсақ, балаға да өзімізге де өте жақсы. Ғабит Мүсірепов «Ұлпан» деген повесінде айтады. Сонда мынандай бір, қазір нақты есімде жоқ, бірақ мынандай мағынада туылған баланың бір аз ғана бөлігі тірі қалады, қалғанның бәрі қысқы аязда өліп қалады. Осындай жағдайда, осындай жағдайды бастан кешкен қазақ әйтеуір баласының өмірін есімі арқылы сақтап қалғысы келіп, түрлі кездейсоқ есімдерді қойған. Ал енді ол сол кездегі есімдерді, сол кездегі түсінікпен бағанағы ұғымды бүгінгі 21 ғасырға келуге болмайды. Қандай ол есімдер болуы мүмкін мысалы? Бағанағы айтып отырған сияқты Ошақбай, Тауыбалды, сол сияқты бағанағы Италмас, содан кейін Итемген, Итбай деген сияқты аттар, Барақ деген сияқты аттар қойылды. Бұның ар жағында анау мифологиялық ұғым түсінік жатыр. Анау көкбөріменен байланысты ит жеті қазынаның бірі деген сияқты. Қазір оны қойған неліктен болмайды енді осы заманда айтыңызшы? Бүгінгі заманда сіз өзіңіз ойлаңызшы, бала танысып тұр, Итбай деп атын айтып тұр. Бұл қалай болады? Итбай деп атын айтып, мен атыңыз кім деген кезде Итбай деп айтатын болса, ол баланың өзіне қалай әсер етеді, сол есімді қабылдап отырған, танысып тұрған адамға қалай әсер етеді. Міне осы жағынан келген кезде бүгінгі заманда ондай есімдерді қоюға болмайды. Фильмдерден алып қоя салсақ, немесе бағанағы Азияда Самитхан кетті қойылды, Самитта деген аттар қойылды, мұндай аттардың бәрін қаптата беретін болсақ, күндердің күнінде бұл өзіміз ұлт ретінде өзіміз жоғалтып алуымыз мүмкін. Біздің ұлттық тіліміз бар. Жер бетінде қанша тіл болса, сол тілдің бәрін Құдай жаратты ғой. Оның әрқайсысының өзіндік ерекшелігі дыбыстық тұлғасында. Мысалы, Али деп біз айтпаймыз ғой, біз Әли дейміз, немесе Ғали дейміз. Сонда бұл жердегі ерекшелік оның мағынасында емес, дыбыстық формасында. Құраннан алынған есім қазақ тілінің айтылу заңдылықтарына сәйкес келетін болса, ол біздің ділімізге, дінімізге, тілімізге сәйкес келеді. Неден бұл ауыр жеңіл болу деген біздің қазақтың өзінің төл дәстүрі, бұның исламға қатысы жоқ. Қазақ үлкеннің атын айтпайды, атасының атын айтпайды, қайындардың атын айтпайды. Құрметсіздік болып есептеледі. Құрметсіздік болып есептеледі, оларды үлкен деп, құрметтеп, атын айтпайды. Бұл жерде есімнің құрметі тұр, есімді құрметтеу тұр. Есімге деген қазақтың көзқарасы тұр бұл жерде. Сондықтан ол мынау Мұқаш деген аттар, Мұқан деген аттардан көбі сол Мұхаммед деген есімнің қысқарған формасы. Азияданың алауы жанып жатқан кезде туған балаға Азияда деп ат қойды. Бұл енді дұрыс емес нәрсе. Дәстүр тұрғысынан алған кезде біздің бұрынғы дәстүрімізде ол болған, оны біз құрметпен қараймыз. Қаншақты есімді қойған кезде жиі қойылатын есімді қоя салған дұрыс? Әдейі шынымен де жоқ есімді қою керек па? Бұның екі түрлі жағы бар. Жеке адамға қатысты және ұлттық есімдерге қатысты. Егер қойылып жүрген есімдерді қайта қоя салса, ол есімдердің нормалануына, оның бұрынғыдан да бекіте түсуіне әсер етеді. Ал енді бұрын жоқ есімдер қойылатын болса, бұл жерде ол дұрыс қойылса, онда ұлттық көркем есімдердің толығуына үлес қосады. Пайдасы бар. Ал енді егер ол бағана Азияда Самитхан сияқты бір рет қана қойылатын есім болса, ол да есімді қоймай қойған жақсы. Біздің құқығымыз шектеліп жатыр. Біз неге бағана қыз болып туғанымыз үшін кінәліміз деген сияқты осындай сұрақтар маған қойылды. Мен ол сұрақ қойған адамдарға, әйел адамдарға айттым. Бұл біріншіден біздің дәстүрімізде ұрпақ ұлдан тарайды. Әрбір ер адамның арманы өзінен кейін ұл ұрпағының қалуы, ұрпағының көп болуы.
Екіншіден, біздің тарихымызда ілгері айтып кеткеніміздей қиын күндер көп болды. Оның көбі жаугершілікпен байланысты болды. Сол заманда ұлға деген сұраныс өте күшті болды да, сол ұл болса, ұл сол шаңырақтың иесі, шаңырақтың қорғанысы, қорғаушысы, оны асыраушысы болып есептелді. Жахил заманында ислам діні келмей тұрған кезде арабтарда қыз туатын болса, ол үлкен қайғы болған. Ол қыздарды сол тірідей көметін жағдайлар кездескен. Тура сол сияқты мынау Қытайда көрші ел іштегі жатқан қыз баланы қыз екенін білген кезде бір ғана балаға рұқсат беріліп отыр ғой. Сол іштегі жатқан баланы алдырып тастаған. Ал енді біздің дәстүрімізде бұл Алладан сұрау. Келесі бала мына баланы артық деп тұрған жоқ. Келесі бала ұл болса екен деп, сол ұл болсын, жаңылсын, үміт деген сияқты осындай әдемі аттар қойылды. Оған намыстануға болмайды. Томириске тоқталайық. Осы Томирис деген есім қазір бізде жиі қойылады. Ал енді ол Томиристі қазақшалап тұмар деп те жүрміз. Бұл скиф сақ тайпаларының аруы, сақ тайпаларының патшайымы. Елді жаудан қорғаған, Кир патшадан қорғаған, онан кек алған осы ержүрек батыр ретінде, батыр қыз ретінде біз білеміз. Сондықтан бұл есімнің қазіргі қазақы есім ретінде кірген мағынасы ол батыр, ержүрек қыз деген мағына береді. Ал енді қазіргі зерттеушілер Томиристерді темір үз деген мағынасы бар дейді. Екінші бір мағынасы парсы тіліне томруз. Томруз деген бұл парсы тілінен алған кезде үйшіл, үйін жақсы көретін, үйіне, отбасын жақсы көретін үйшінің қамқоры деген мағына береді дейді. Міне сол сияқты көне түрік тілінде тұмар ер деген, тұмайыр, туған жер деген мағына осымен де байланыстырып қарайды. Бірақ енді жинақтап келген кезде бұл есімнің мағынасы қазір біз темір деп, туған жер деп емес, оны батыр деп қоямыз. Батыр деп қоямыз. Келесі бізде Айкөркем есімі бар. Ай деген сөз 5 ғасырда тасқа жазылған. Ай деген қасиетті, киелі, ай тәңірі деген сөз болған. Сонан бері біздің есімдердің құрамында сақталып келе жатыр. Ай деген қазір қарасаңыз, ару деген, аружан деген есім бар еді, енді ай ару болды. Зере деген есім бар еді, ай зере болды. Бұл тарихи сананың жаңғыруы. Ал ай көркемге келетін болсақ, ай дегеніміз сол ай сұлу, айдай сұлу көркем деген мағына береді. Медина деген бұл қала деген араб тілінен алған кезде қала деген мағына береді. Оның бұрын формасы Мәдина болатын. Мәдина деген аттар қойылып жүреді. Қазір ол формасы өзі Медина деп. Бұл қазақ тіліне келгенде де Мәдина, Медина деп екі формада келген. Сол Медина деген формасы қазір модаға шығып тұр. Айлин деген мынау түрік фильмдеріне арқылы түріктермен арадағы қатынасқа байланысты келген болу керек. Айлин деген айдың нұры деген. Бізде қазір Айнұр деген есім бар. Сол есімменен мағыналас есім. Мынау кісі есімдерінің бір қызық жері, оның көркем айтылуы көбірек мағынасынан көрі әсер етеді. Мағынасынан көрі. Өйткені мысалы Дениз десе бізге қазіргі заман, Теңізбай десе бұрынғы ескі ат сияқты көрініп тұрады. Сол сияқты бағана Айнұр мен Айлин дегенде осы сияқты. Раяна деген енді бұл жұмақтың есігі. Осы жұмақтың есігі, сол бағана ораза ұстаған адамдар осы есіктен кіреді, ерекше бір есік деген мағына береді. Яғни бұл есімдер ауыр емес, адамның тағдырына? Жоқ, адамның тағдырына есім ауыр болады деген сөзге мен аса сене бермеймін. Омар деген есім, Омар, Ғұмар, Құмар деген 3 түрлі формасы бар. Өмір деген мағына береді. Өмір деген 4-ші түрлі формасы, өмір деген. Біз бұның өмір деген, Ғұмар, Құмар деген есімдерді таңдаған кезде біз пайғамбардың халиф, бағана 4 халифасының бірі ретінде оның әділдігі, оның өмірде ел басқару ісіндегі өте бір көркем мінезділігі, осындай бір ерекше қасиеттеріне байланысты аламыз. Арсен деген есім бар. Арилана деген есім бар. Осы екеуі, Арилана деген бұл қызға қойылған, Арсен деген бұл арыңа сен деген мағынадағы есім. Алдияр деген есім бұл Алла жар болсын деген сөз. Алда берген дейміз ғой, алда деген сөз. Алла дегеннің л дыбысының біреуі д-ға айналып
алла алда, алда құдай дейміз ғой. Сол сияқты алдияр деген алла жар болсын деген тілекпен қойылған есімдерде сол үш буыннан аспаған дұрыс. Анель деген есімнің мынау Европа тілдерінің біріндегі мағынасы бар деп айтады, мен оны нақты білмеймін. Ән ел деген бақытты ел деген мағына ғой. Ән айтып тұрған ел, бақытты ел, бір өте бір жақсы бақыттың құшағындағы ел деген мағынаны береді. Енді Дамелия деп қойып жатады қазір көбінесе, қазақша Дамелия дейді. Бұл есімнің мағынасын білесіз бе? Бағанағы айтып кеткен ұл болсын, үміт деген есімдермен мағыналас. Дәмелі деген сол ұл туудан дәмелі деген мағынаны білдіреді. Дәмеліміз Дамелия болып кетті. Дамелия болып кетті. Әділетіміз адалет болып кетті. Осындай өзгеріп кеткен. Бағлан деген қозы. Бағлан қозы бір 3 айлық қойдың қозысын бағлан деп айтады. Бағлан деген бұл балғын, жаңадан өсіп келе жатқан жасөспірім деген мағына береді. Баланың еркелету мәніндегі, соның бағанағы балғындығына, жастығына, сол өзінің әке-шешесінің мейіріміне бәрі араласып келді. Мейірім, соны жақсы көруі, осының бәрі айналып келген кезде бағлан деген сөзбен соны таңбалап тұр. Бұл жерде жазылуы бар, айтылуы бар. Біз қазір құжатта қалай жазылатын болса, солай айтатын болып кеттік қой. Бірақ енді айтылуы бұның ақерке болу керек. Ерке деген ол нәзіктікті білдіреді. Ақ деген сөздің өзі де бір тазалықты, мөлдір тұнықтықты білдіреді. Сондықтан бұл жерде ол ақерке деп айтатын болса, ақерке десе, немесе акерке десе, солай күнде айтатын болса, оның психологиясына сол қатаңды болса әсер етуі мүмкін. Қазақша ақерке деп айтатын болса, ол нағыз өзінің мағынасында болады. Бұл қорлан деген, қорлығайын деген сөзден шыққан. Қордың қызы деген. Қордың қызы деген. Бізде қорлан деген сөз хорлан. Қорлығайын дегеннен бағанағы еркелет қорлан болған ғой. Бұл жерде біз оның қорлану деген мағынасынан қарамауымыз керек. Оның бағанағы неге? Қорлығайын деген мағынасын. Қордың қыз деген. Қорлан деген қыздың өзінің атын өзгерткенін мен білемін. Өмірде болған жағдай. Қорлан деген сөз бұл дұрыс емес деп атын өзгертті. Өзгерткен де дұрыс емес. Өйткені ол мағынасы. Мағынасы жақсы. Қордың қыз деген ол жаман ба? Енді осы тұста айтыңызшы ағай, есімдерді қаншалықты қысқартқан дұрыс болады? Біздің тарихымызда бұл бар ғой. Баха деген сияқты ғой. Бұл еркелетудің 2 түрі бар. Мысалға мұқан десе, мұқаш десе, мұқатай десе, мәкен десе, бұл қазақша еркелету. Ал енді баха, шоха болатын болса, ол біздің дәстүрімізге дейін Нурик десе, Жанара, Айнара десе, бұл біздің дәстүрімізге сәйкес келмейді. Дамелия десеңіз. Оны еркелету мәнді осындай кірме қосымшаларды құжатқа да жазып жүрміз. Ол өте үлкен қателік. Өйткені жанарды күнде жанара деп айта беретін болсақ, ол бір күн еркелету мәнін жоғалтады. Жанара, сен өзің қандай адамсың деп тұрса, ол жанара деген еркелету болмайды ғой. Ол еркелеткен көңіл күймен ғана қосылатын қосымша, сондықтан мен оны дұрыс емес деп есептеймін құжатқа жазуды.